Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сұлы ботқасының жасалу жолының видеосымен бөлісетін боламын. Ең алдымен сұлымызды овсянка сұлымызды 3 рет салқын сумен жуып аламыз. Міне осындай овсянка, менде ірі. Осыны 3 рет суын төгіп, қайта жуып аламыз. Жуып болған соң қайнап тұрған суымызды сұлының бетімен бірдей етіп, су құйып, бұқтырып қоямыз. Қақпағын жауып, 15-20 минутқа қоямыз. Қайнаған суға бұқтырылған сұлымыз дайын болған соң, үстіне ыстық сүтті осылай араластырып құйып, қатты отта қайнатамыз. Сүтін мен жобамен құямын. Осындай видеодағыдай сұйықтау болу керек. Қайнаған кезде қою болады. 4-5 ас қасық қант салдым. Сіздер дәміне қарай өздеріңізге ұнағанша саласыздар. Қатты қайнаған соң оттың астын жай қойып 10 минут қайнатамыз. Міне сұлы ботқасы осымен дайын. Өте тойымды әрі дәмді, балалар да жақсы жейді. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.